Ассалаумағалейкум ағайын, қош келдіңіздер баршаңыз. Саясат Нұрбекұлы. Қарапайым тілмен түсіндіреді екенсіз кәдімгі. Шай ішіп отырып сөйлескенде әңгімелескен екенсіз. Ол үшін рахмет. Мен Төлекбаев Серіктен азаматтың жеке кәсіпкер. Мынандай бір сұрақтар қойдым біледі. Өмірлік сынақтар, бұл анау кабинетте отырып шешетін емес. Қазір білесіз, сіз қанша қазір туризм ашамын дейсіз. Мен осы қазір 4-5 жылдың көлемінде болып, Амангелді ауданында тұрамын, сонда әлемде жоқ свастика бар. Соған үлкен туризм болады, керемет шетелден келеді, осы ойбай қырыламыз, жойыламыз, масқара боламыз деп, соны ашып бастағанбыз. Осыны мен естігем, осылай тұрғанда осы облыстың әкімі айтты, білім саласындағы азаматтар айтты, осы керемет болды. Соған бір туристке келген көрген жоқпын. Сіз туризм саласын ашамын дейсіз. Бұл да бір дұрыс шығар, сіздің саясатыңыз шығар. Қазір бізге не керек? Мен егіндегі мал ұстағаннан қазір бізге тракторист деген маман жетіспейді. Механизатор жетіспейді. Мысалы мына жақсы инженер, бірақ бұл кісіге жұмыс жоқ. Қазір біздің анау Тетістағы қазандықты игеретін мамандық жоқ. Қазір пенсиядан шыққан бұрынғы милициялар дипломы бар, қолында ол саланы білмесе де сол маңда жүр. Өйткені оған диплом болу міндетті. Біз осы салаға да көңіл бөлуіміз керек. Біздің қателігіміз, сіздің сөзіңізді түсіндім. Сіз рекордыңыз балалардың общежитиясы, балалардың несімен, бірақ санынан сапа шығатында мүмкін шығар. Егер сіз келіп, мен Гарвардқа жіберген, жаңа шетелге болашақпен жіберген студенттерім осында жаңалық ашып жатса, мен қуанар едім. Бірақ бізде әзірге 30 жылдық жүріп өткен тарихымызда болашаққа жіберіп, бір керемет Қазақстанға жаңалық әкелген азамат естіген жоқпын. Біздің естіп көретініміз Бешімбаев, кешегі Шерзаттың соты, қазір цифровой, енді сіз үкіметте шығар, цифровой дамып кеттік, біз соны жабамыз деген кеше министрдің сөзін естідім. Бірақ біз цифровой дамыған жоқпыз. Қазір біздің қазақтардың бәрін, орташа ауылдың бәрін білетіні TikTok, Facebook, сондай қалмет, соның бәрін ойлап цифровой жабамыз. Үкіметтік партияға кіретін азаматтар жоқ ауылда. Біз бірақ осы соны жапқымыз келіп жатыр. Бұл да сіздердің қата информация болғандықтан шығады ғой, бүкіл ауыл, бүкіл Қазақстан цифрлық дамып кетті деген. Бұл қате түсінік деп ойлаймын. Бізге әзірге соны керек екенін білемін. Сондықтан да осы мамандықтарды оқыту керек шығар. Мысалы, субсидия аламыз үкіметтен. Сол субсидия Амангелден тапсыратын 3 бала бар. 3 адам соны тапсыратын. Заң бойынша мен білемін, білмегесін сол балдарға жалынамыз. Сол балдар тапсырады. Ал біздің үкімет цифрланып дамып кеттік, біз соны жабамыз дейді. Бұл қаншалықты біздің өтірік ақпаратымыз қашан тоқтауы мүмкін? Сіз министрсіз. Мен сізді қарап жүрмін. Өзі жалпы неше тіл білесіз? 8 тіл білесіз да? Оның ішінде қазақ тілін кереметімен келген екенсіз. Рахмет. Сосын сіздің ешқандай атағыңыз жоқ екен. Бірақ әдемі министрсіз. Мен ырзамын жаңағы осындай сөйлесу, кейде қарайсыз, кейде министрлер келеді, алдына жазып берген ежелеп оқитын министрлерді көрдік. Оны ұялмауым, айтуым керек оны. Өйткені ол оқып жатқан ішіне қойған сұрақ жауап бермейтін адамдар болады. Сонда осындай азаматтардың билікке келгені жақсы шығар. Енді университет ашылып жатыр, қуаныштымыз. Бірақ негізінен бүкіл өзгеріс қазірге байланысты деп ойлаймын. Жақсы қазір, мысалы Ситбек осында келгенде осында бала көп болды. Ректор келді, кім? Ержан Әмірбекұлы. Келген уәдесін орындады. 2 уәде беріп еді, біреу анау магистратура, екінші институт университет қыламын деп. Бастап кетті, орындады. Бірақ менде мынандай түсінік бар. Сіздің министерствоңызда трайбализм бар деп ойлаймын. Себебі 72 жылдан бастап ашылған институтта біздің өңірден бір ректор болып көрген жоқ. Осы институтта. Неге? Біздің Торғайдың азаматтары лайықты емес пе? Мен осында көптеген білімді азаматтарды білемін. Ректор болып жүрген. Неге сіздер қойғанда жергілікті кадрға мән бермейсіздер? Бұл өте өзекті мәселе деп ойлаймын. Себебі әдемі жұмыс істеп отыр. Ержан 2 жылда кетті қалды. Ержан әлі, мен Ержан институтына зданияны салып барып кетеді ғой деп едім. Тығыздықпен алып кеттіңіздер. Орта жолда қалып қойды олысы. Мүмкін жалғасар, бірақ сонда адам көңілінде қалады ғой. Біз неге етпейміз деген. Сондықтан да осындай мәселеге көңіл бөлсеңіз, біздің Торғайдың азаматтары да, осында отқан мұғалімдердің да ішінен керемет мамандар бар. Соны көре алмаймыз. Біз қазір үлкен топта жүрген ағасы бар, көкесі барларды көріп жүрміз деп айта аламын. Өйткені қазір билікке келіп отқан топтарды қарасаңыз, бірақ осының ішінде жүрген азаматтарды, білікті азаматтарды көре алмай жүрміз. Бұл сіздің міндетіңіз болу керек. Осы институтта бар ма, олар қандай жұмыс істеп жатыр? Мысалы біз жай қарап отырсаңыз, қанша мамандарымыз бар, солардың ішінен сондай азаматтар шықпағаны өкінішті мен үшін. Өйткені бұл біздің еліміз жаңа қазақтың тағдыры сияқты мың түрлеген Торғай ғой, көріп жатсыздар.
қазір бар үмітіміз президент келсе облыс ашылып қала ма деп үмітіміз бар. Бірақ ол үміт ақтала ма, ақталмай ма, одан кейін арқалық жағдай не болады деген үлкен күдік бар менде. Ол қалай болатынын білмеймін. Бірақ қазір сол дақпытпен сіздер келіп жатсыздар, премьер-министр келіп жатыр. Бірақ сіздер келесіздер, кетесіздер, қаламыз ғой. Мынау несінде, осының несінде ремонт керек. Ақшасы жоқ. Өйткені себеп бұларда ақша жоқ, біліп отырмыз ремонтқа. Осыған бір көмектессең, қазір бөліп жатқан 3 миллиард теңге, 3 миллиард теңге, 3 миллиард теңге де аз ақша емес шығар. Бірақ анау салат институтымызға бір жақсылап көмегіңізді сұрап, министрліктен соны шешсеңіз, біздің оған келетін студенттер қалай болар екен? Ең бірінші маман керек, оны оқытатын. Біз курс ашып қойып, қазір осы мектептерді бақылап жүрмін, мектептерде жетіспейтін математик мамандығы. Қазақ тілі мамандығы ешкімге керек жоқ. Ауылда бізде 100-ның үстінде бала тұр, дипломы бар, Астанадан бітірген, бірақ жұмыс жоқ. Ол бала тракторге барғысы келмейді, өйткені дипломы бар. Қазақтың ең бір жаман психологиясы сол. Менде диплом бар, мен сонымен ғана жұмыс істеуім керек дейді. Бүгін кетіп қалған ректор ертең бұл жерде сабақ беріп отырмайды. Бізде психологиямыз, осыны өзгерту керек шығар деп ойлаймын. Соны жаңадан келген бір қарапайым тілмен түсіндіретін жақсы ректор екенсіз, сізге сәттілік тілеймін. Бұл министр. Сол енді жұмысыңыз алға баса берсін. Осы мәселелерді ойланып, осы мәселелерді қарасаңыз, енді анау қазір көріп біліп жүрміз ғой, депутаттарға жауап бергендеріңізді нақты солай айтып жатасыз. Осы мәселелерге көңіл аударсаңыз екен. Өзім мен әжемнің қолында өскен боламын. Сондықтан енді кейіпінің баласы деп нейміз. Содан кейіпін сайын бере алмайды. Қалысын анамыз. Әдемі. Бірақ президенттің де талабы сол. Мына халықтың өзімен шылабасатын үкіметке келемізді, ол қарапайым тілмен түсіндіру, жеткізу, президенттің саясатын, үкіметтің саясатын. Кадрлық саясатқа келетін болсақ, ол дұрыс пікірлеріңіз қазіргі таңда проректорларда болса тұрып, конкурсты ашық түрде жариялаймыз, жергілікті кадрларға басымдық береміз, соны мен сөз береміз сізге. Енді бірақ ержан өзі сұрады, өзі істеп жүрді айтты, мені бір нетке басқа қалға алып бетті. Бізге басқаша айтты. Атақ жақсы, мен өзі қуандым, десеңіз ұжыммен жақсы тіл табысты, ұжым кәдімгідей сенімін алды. Біз қатты ризамыз ержан жұмысына. Керемет үмітіміз бар еді. Қазір көрдіңіз бе, мына Павлодарда мықты пединститут бар. Ол да күйреп бара жатқан. Павлодардың мектептері мықты, ол жақтың халық өткір. Сондықтан олар да бізді қатты, бізде мықты, жіберген директорлар мықты. Бізде сол кезде осы мықты өнерлі директорлар аз болды да, сосын ержан айтқан екен. Павлодарға барыңызшы, кішкене ол жақтан. Өзіңіз бар деп айтқан екенсіз, бәсе ержан сұрап кеткен. Сондықтан не істемейміз, ойындамаңыз, қазір жақсы елдерді жергілікті кадрлар болса, ұсыныс беріңіздер, қарастырамыз. Екінші нәрсе, енді жалпы психология келгенде шын мәнінде де сол. Көп адамдар бізде диплом алғысы келеді, кәсіби мамандыққа барғысы келмейді. Сондықтан биыл білесіздер, қазір жұмыс мамандықтар жылы жарияланды, президент оны біліп отыр. Қазір көбінесе басымдылық колледждерге беретін болды. Мен колледждерге жауапты емеспін негізі. Жауапты емессіз. Бірнеше мәрте мен бардым. Премьер-министрге де осы колледждерді бізге беріңізші, егер сіз мамандарды даярлау, экономикада біздің міндетіміз. Біз колледждермен бірге жұмыс істейміз. Қазір біздің 30 университетіміз 100 колледжді қол астына алды, ұштастырды. Мысалы, сол Таразда мықты политехникалық колледж болған, біздің Тарбу мен РХТУ бірігіп, соларды алып алды да, қазір химкомбинат асфальтқа техникалық мамандықтар даярлайды, инженерлікті даярлайды, бірдей, бір жерден шығады. Сонда ұштастырып даярлаймыз біз. Бізде колледж бар ма? 4 колледж бар. 4 колледж бар. Одан бәлкім, соған бірақ көріңіз, бізде педуниверситеттің өзінің бір мамандырылған педагогикалық бағыты бар. Оны инженерлік кадрлар даярлауға оңай болмайды. Жаңа кафедралар құру керек, лаборатория зертхана керек. Бірақ мінекей, жаңа тоғыз беріп жатырмыз. Ол бөлек, бірдей тоғыз қашты 2 миллиард теңге бөлініп жатыр үкіметтің резервінен. Сондықтан ол бөлек ақша инфрақұрылымдауға
біздің беріп жатқан 3 миллиард содан қарастыруға болады негізі. Туризм туралы не айтасыз? Туризм факультетін ашамыз дедіңіз, туризмді оқығаннан кейін ол мамандар қайда барады деген айтысқан төркінім сол ғой. Біздің Торғайда туризм дамиды дегенге мен өз басым сенбеймін. Өйткені мен халықтың ішінде жүргесін білемін оны. Осы қазір туризм дамытып осыдан бітіріп шықсақ осыдан балалар туризмді. Олар қай салаға барып жұмыс істейді? Кішігірім бағыт мен аша көрейік. Кішігірім көрейік. Неге десеңіз қазір мына тасымалды көрген жағдайда мына жақта мотель, қонақ үй ашылады амалсыз, инвестиция құйылады. Сонда істейтін хотя бы бір жергілікті жылына 20-30 шақты балалар дайындауымыз керек. Ол жақта адам таба алмайды, сондықтан сырттан таба алмайды. Қазір мен ойлаймын, осы институттың қазақ тілінде қазір сұранысқа емес мамандықтарын азайтып, басым гранттарды сол бағытқа, мысалы математика жоқ екен мұғалімдерден білем, орысша физкультурадан беретін маман жоқ екен. Осыны школда ретіп оқыса, орысша физкультурадан беретін маман жоқ дейді. Осы бағытқа көңіл аудару керек шығар деп ойлаймын, өйткені осы бір бағытты жүре бермейді.